Құрметті студенттер, оқу жетістіктерін сырттай бағалау пәндері бойынша тест тапсырмас бұрын студенттің карточкасын толтырамыз. ИКС және фамилия жолына жеке мәліметімізді жазамыз. Жазып болған соң войти батырмасын басамыз. Мамандық бойынша ақпарат автоматты түрде толтырылады. Продолжить батырмасын басамыз. Пән атауын ашу үшін выбрать дисциплину батырмасын басамыз. Ашылған терезеден ең бірінші тапсыратын пәнді таңдап, запустить батырмасын басамыз. Бір пәнге 30 минут уақыт беріледі. Сол жақ терезеде бір пәнге 20 тест тапсырмалары берілген. Тапсырмаларды оқу үшін реттік санды басамыз. Ал тапсырманы орындау үшін оң жақ терезедегі жауаптарды тышқан батырмасын басу арқылы белгілейміз. Оқу жетістіктерін сырттай бағалау пәндерінде ғана бірнеше дұрыс жауап болады. Сөйтіп, 20 сұраққа жауап береміз. Егер берген жауаптарыңызға күмәніңіз болса, қайта қарап өзгертуіңізге болады. Барлық тапсырмаға жауап берген соң, завершить та батырмасын басамыз. Тест нәтижесін көру үшін личные данные батырмасын басамыз. Оң жақ терезеден студент берілген тапсырмаға толық жауап берсе, жасыл түске, жартылай жауап берсе, көк түске, мүлдем дұрыс жауап бермесе, қызғылт түске боялғанын көреді. Ал сол жақ терезеден алған балын көре алады.